Кандидат ең басты қарсылас, өзіңіз кім деп ойлайсыз? Мен сол ана Ақжолдың шыққан келіншекпен немесе ана келмеске кетуге тиіс коммунистпен айтысады деп ойлайсыз ба? Мен оларға айтысуға мүдделі емеспін. Менің бүкіл айтар ойым сының билікке қатысты. Сондықтан биліктің өкілі Нұр Отанның кандидаты Қасым-Жомарт Тоқаев болатын болса, менің сайлау науқанымдағы басты қарсылас Қасым-Жомарт Тоқаев болады. Егер де Тоқаев түсінбесе, менің басты қарсыласым Қосанов емес деп ойласа, ол оның ойы. А менің ойым, менің қарсыласым Тоқаев. Бірақ тағы да қайталап айтайын, Тоқаев президент, оның әкімшілік ресурсы мықты, менен гөрі анағұрлым мықты. Бірақ менің артымда халық бар. Менің артымда осы билікке өзінің реніші бар, қарсылығы бар халық бар. Сондықтан біздің күшіміз бір-бірімен салыстыруға болады деп ойлаймын. Биліктің ресурсын мойындаймын, бар. Ол ертең әрбір қадамы, оның қызметі, әкімдер, министрлер, орталық сайлау комиссиясының жағдайын бәрін білеміз. Бірақ біз сол сенімді бұзу үшін шығып отырмыз.